Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз логарифмдік теңдеулерге арналған есептерді шығаратын боламыз, яғни логарифмдік теңдеулерді шығарамыз. Бірінші есебі, өздеріңіз көріп тұрғандай, логарифм 3 негізді бұл жерде. Ары қарай жалғастырамыз. Логарифм 3 негізді 4 азайту 2х азайту логарифм 3 негізді 2 тең болады. Және біз 2-ні логарифм 3 негізді 9 деп жазамыз. Себебі 3 санының квадраты 9-ды береді. Енді мәндес теңдеуге алмастырамыз. Біздер білеміз, негіздері бірдей болған кезде және азайту болса, бұл бөлу ретінде бұлай жазуға болатындығын. Логарифм 3 негізді 4 азайту 2х бөлінген 2 тең болады логарифм 3 негізді 9. Мәндес теңдеуге алмастырамыз. 4 азайту 2х бөлінген 2 тең болады 9. 2-ні 9-ға көбейтіп жіберемін. 4 азайту 2х тең 18. 2х тең болады минус 14. Х тең болады минус 7. Және де үнемі мүмкін мәндер жиынын, яғни анықталу немесе анықталу облысы деп айтамыз. Анықталу облысы міндетті түрде қарап отырыңыздар. Яғни 4 азайту 2х-тің 0-ден үлкен болатындығын. 2х кем 4, х кем 2-ден. Ал бізге шығып тұрған минус 7 бұл 2-ден кіші, яғни бұл теңдеудің жауабы минус 7 болады. Екінші есеп. Бұл жерде де негіз 3-ке тең. Қасиетін қолданамыз. Логарифм 3 негізді 2-ден 1-ді х-ға бөлеміз. Тең болады логарифм 3 негізді х азайту 2-ден 1. Негіздері бірдей болғандықтан мәндес теңдеуге алмастырамыз. Сонда 2-ден 1-ді х-ға бөлсем, менде 1 бөлінген 2х тең болады х азайту 2-ден 1. Барлығын бір жаққа топтаймын, ортақ бөлімге келтіремін. 1 бөлінген 2х азайту х қосу 2-ден 1 тең 0-ге. Ортақ бөлімі 2х, мұнда 2х-тан берем, мұнда х-тан беремін. 1 бөлінген 2х азайту 2х-тан 2х квадрат қосу 2х-тан х тең 0-ге. Ары қарай 1 азайту 2х квадрат плюс х тең 0-ге. Немесе 2х квадрат минус х минус 1 тең 0-ге. Бұл жердегі х-іңіз 0-ден өзге. Себебіні х 0-ден артық және х артық 2-ден 1-ден. Міне осы анықталу облысын ескереміз. Ары қарай есеп дискриминант табамыз. Дискриминант тең болады 1 азайту 4 көбейту минус 2 тең болады 9. Х бірім тең болады 2 кем 4, 1 азайту 3 минус 2-ден 1. Екіншісі тең болады 1 қосу 3 бөлу 4 тең болады 1. Анықталу облысын ескереміз. Бізде 2-ден 1-ден үлкен сандар болу керек. Демек, минус 2-ден 1 бұл бізде бөгде түбір. Сонда теңдеудің шешімі, теңдеудің жауабы тек қана 1 екен. Үшінші есеп. Негіздері 3-ке тең, сондықтан 1 деген санды да негізі 3 етіп жазамыз. Логарифм 3 негізді 3 қосу логарифм 3 негізді 5 тең болады 2 логарифм 3 негізді 2 азайтылған логарифм 3 негізді х азайту 1. Сосын логарифм 3 негізді 3 қосу логарифм 3 негізді 5, бізде логарифм 3 негізді 3 пен 5-ті көбейтеміз, 15-ті береді. 2, бұл логарифмнің алдында тұрған 2-міз, мұнда 2 санының дәрежесіне кетеді, сонда логарифм 3 негізді 2-ның 2 дәрежесі 4. Азайтамын логарифм 3 негізді х азайту 1. Ары қарай логарифм 3 негізді 15 тең болады. Тағы да логарифмнің қасиетін қолданамыз, сонда азайту бізде 4 бөлінген х азайту 1-ді береді. Мәндес теңдеуге алмастырамыз, сонда 4 бөлінген х азайту 1 ол 15-ке тең болады.
Так, бұл жерде анықталу облысын ескереміз. X азайту 1 артық 0-ден, X артық 1-ден. X артық 1-ден, яғни 1-ге тең болмайтындығын мына жерден көруге болады да, бөлшектен. Мынау азайту. Пропорцияны қолданамын. 4 тең болады 15 көбейту X азайту 1. 15X азайту 15 тең 4. 15X тең болады 4-ке 15 қосам 19. X тең болады 15-тен 19. Немесе X тең болады 1,15-тен 4. Яғни 1-ден үлкен бұл жауап, сондықтан жауабына осы 1,15-тен 4-ті жаза аламыз. Төртінші және бесінші есептерді талдаймыз. Төртінші есеп бұл жерде ондық логарифм деп аталады. Бұл жерде негізі онға тең. Тағы да сол дәрежесіне жібереміз. Екі санын логарифм 4-тің квадраты 16 азайту логарифм 2. Бұл жерде ондық логарифм немесе ондық логарифм деп айтсаңыздар болады. Логарифм 2 азайту x. Логарифмнің қасиетін қолданамыз. Логарифм 16-ны 2-ке бөлеміз. 8 тең болады логарифм 2 азайту x. 8 тең болады 2 азайту x. X тең болады минус 6-ға. Бұл жерде анықталу облысы 2 азайту x артық 0-ден, демек x кем 2-ден. Жауапқа минус 6 кіреді. Сондықтан минус 6 бұл теңдеудің жауабы болып тұр. Бесінші есеп. Логарифм 3 негізді дейді. Логарифм 3 негізді 5x азайту 6 тең болады логарифм 3 негізді 2. Қосу 3 санын логарифм 3 негізді 27 деп жазамыз. Себебі 3 санының кубы 27-ге тең. Логарифм 3 негізді 5x азайту 6 тең болады логарифм 3 негізді 2-ні 27 көбейтеміз 54. Мәндес теңдеуге алмастырамыз. 5x азайту 6 тең 54. 5x тең болады 60. X тең болады 12. Ары қарай анықталу облысын ескерейік. Артық 0-ден 5x артық 6-дан x артық 5-тен 6. 5-тен 6-дан үлкен сан, оған 12 жатады, сондықтан жауабы 12 болады. Алтыншы есеп, тағы да ондық логарифм берілген. Енді сіздер білесіздер, логарифмнің алдында тұрған санды біз логарифмнің мәнінің дәрежесіне жібереміз. 9-дың квадраты 81, қосу 1 деген сан, ол логарифм 10 негізді 10-ды білдіреді. Тең болады логарифм 9x. Логарифм 81-ді 10-ға көбейтеміз. 810 тең болады логарифм 9x. Осыдан 9x тең болады 810. X-ті табу үшін 810-ды 9-ға бөлеміз 90. Логарифм бұл жерде 0-ден үлкен сандардың барлығын қабылдайды, сондықтан есептің жауабы 90. Келесі 7-ші есеп. Логарифм 2 негізді x азайту 5-тен азайтамыз логарифм 2 негізді x қосу 5-ті. Оны былай жазып алайық. Логарифм 2 негізді x азайту 5 бөлінген x қосу 5. Қосу логарифм 2 негізді x квадрат минус 25 тең 0-ге. Көбейтудің қалай жазылатынын білесіздер. Логарифм 2 негізді x азайту 5 бөлінген x қосу 5-ті көбейтемін. Екі жақшаға жіктеледі бізде. X азайту 5, x қосу 5 тең болады. 0 дегеніміз ол логарифм 2 негізді 1. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең екенін білеміз. Қысқарады. X плюс 5 пен x плюс 5 қысқартып жібереміз. Логарифм 2 негізді x минус 5 көбейту x минус 5 тең болады логарифм 2 негізді 1. Ары қарай x минус 5-тің квадраты тең 1-ге. X минус 5 тең болады 1, x тең болады 6. Тексереміз. X минус 5 артық 0-ден, x артық 5-ден, x плюс 5 артық 0-ден, x артық минус 5-ден. Яғни бұл жерде анықталу облысы 5-тен үлкен сандардың барлығы, мінекей. Яғни бұл жерде қалай табамыз десеңіздер,
теңсіздікті қолданасыздар. Минус 5, 5, минус 5-тен үлкен сандар, 5-тен үлкен сандар, екеуінің қиылысуы 5-тен плюс x-тікке дейін. Яғни осы логарифмнің анықталу болысы 5-тен плюс x-тікке дейін, демек 6 осы теңдеудің шешімі бола алады. 8-ші есеп. Так, бастайық. Логарифм 2 негізді 11 азайту x және 1-ді де қалай жазуды уже білесіздер. Логарифм 2 негізді 2 тең болады. Логарифм 2 негізді 182 азайтамын. 2 дәрежесін онда жіберемін. Логарифм 2 негізді 5 азайту x. Квадратталып кетеді. Сосын келесі. Логарифм 2 негізді 11 азайту x-ті 2-ге көбейтеміз. Тең болады. Логарифм 2 негізді 182-ні 5 азайту x-ға бөлеміз. Және бұл жерде бірден жазып кетейін. 11 азайту x артық 0-ден, x кем 11-ден, 5 азайту x артық немесе тең 0. Так, артық 0. 0-ді қабылдай алмаймыз. Так, сосын x кем 5-ден. Так, 5-тен кем, 11-ден кем, 5-тен кіші сандарды ғана қабылдаймыз бұл жерде. 11-ді 2-ге көбейтемін, 22 азайту 2x тең болады 182, 5 азайту x. 5-ті қабылдамаймыз, көрініп тұр, 5-ті қабылдамайтынымыз. Ары қарай 22 азайту 2x-ті көбейтеміз 5 азайту x-қа. Тең болады 182. 22-ні 5-ге көбейтемін, 110 азайту 22x минус 10x плюс 2x квадрат тең 182. Так, 2x квадрат минус 32x минус 182-ні мына жаққа шығарамын, 72 тең 0. Яғни 182, мына жерде 110 азайту 182 минус 72. Барлығын 2-ге бөліп жібереміз. X квадрат минус 16x минус 36 тең 0. Ветпен шығарып көрейік. X1 мен X2-нің қосындысы 16, X1 мен X2-нің көбейтіндісі минус 36. Қандай сандарды қосқанда 16 және көбейткенде минус 36 шығады. 18 бен 2 таңбасын қарайсыздар, демек 18 бен минус 2. Қай жауапты қабылдайтынымызды қараңыздар. 5-тен кіші сандар, яғни минус шексіздіктен 5-ке дейінгі сандарды қабылдаймыз. Демек 18-ді жауапқа алмаймыз. Сондықтан теңдеудің шешімі тек қана минус 2 болады. Сондықтан оқушылар анықталу болысына өте қатты мән береміз. 9-ші есеп. Логарифм 3 негізді 3-тің x дәрежесі азайту 8 тең болады. Логарифм 3 негізді 3-тің 2 азайту x дәрежесі деп жазамыз. Негіздері бірдей, ары қарай мәндес теңдеуге алмастырамыз. 3-тің x дәрежесі азайту 8 тең болады 3-тің 2 азайту x дәрежесі. 3-тің x дәрежесі азайту 8 тең болады 3-тің квадраты 9 көбейту 3-тің минус x дәрежесі. 3-тің x дәрежесі азайту 8 тең болады 9 бөлінген 3-тің x дәрежесі. Ортақ бөлімге келтіреміз. 3-тің x дәрежесі, ол 3-тің 2x дәрежесі, азайту 8 көбейту 3-тің x дәрежесі, азайту 9 тең 0. Барлығын бір жаққа топтастырып алдық. Енді 3-тің x дәрежесін a деп белгілеп аламын. a-ның квадраты минус 8a минус 9 тең 0-ге. Ветпен шығарайық. a1 мен a2-нің қосындысы 8, a1 мен a2-нің көбейтіндісі минус 9. Қандай сандарды қосқанда 8, көбейткенде 9 болатын еді. 9 бен 1 және минус 1-ді, себебі қосқанда 8 шығу керек. Онда барып қоямыз. 3-тің x дәрежесі тең болады 9, демек x-іміз 2-ге тең. 3-тің x дәрежесі тең минус 1, 3-тің ешқандай дәрежесі минус 1-ге тең болмайды, бұл құр жиын. Және де мына жерде ескереміз. Бізде 3-тің x дәрежесі азайту 8, 0-ден үлкен болатындығын ескереміз.
3-тің x дәрежесі артық 8-ден. X-тің орнына 0-ді қоя алмайсыз, 1-ді қоя алмайсыз, яғни x 2-ге тең болуы мүмкін және 2-ден үлкен болуы мүмкін. X артық немесе тең 2. Яғни бұл жерде жауабы 2-ге тең болып тұр ма? Демек 2 деген жауапты біз осы теңдеудің шешімі ретінде қабылдай аламыз. Бұл жерде көрініп тұр ма? X артық немесе тең. Себебі x-тің орнына 2 қойыңыз, 3-тің квадраты 9, 9 8-ден үлкен. Келесі 10-ші есеп. Логарифм 5 негізді. Логарифм 5 негізді. 2x минус 1 квадрат түрдің астында көбейтемін. X минус 9. Тең болады логарифм 5 негізді 10. Ары қарай 2x азайту 1. X азайту 9. Тең болады. Бір түбірін астына алып жібердім. 10. Теңдеудің екі жағында квадраттап жібереміз. 2x азайту 1. X азайту 9. Тең болады 100. Жақшаны ашамын. 2x квадрат минус 18x минус x плюс 9 азайту 100 тең 0-ге. 2x квадрат минус 19x минус 91 тең 0-ге. Енді дискриминант табамыз. Дискриминант тең болады 19-дың квадраты 361 азайту 4 көбейту 2 көбейту минус 91. 8, 8-ді 91-ге көбейтесіздер. 9, 729, екеуін қосасыздар, 1089. X1, X2-ні табамын. X1 тең болады. 1089 ол 33-тің квадраты. Нәтижеге жазып қояйық, 33-тің квадраты. Бөлімінде 4, 19 азайту 33. Минус 4-тен 33-тен 19 аламыз, 14. Немесе минус 2-ден 7-ді қысқартып жіберсек. X2 тең болады. 19-ға 33-ті қосамын және оны 4-ке бөлемін. Тең болады 4. 40, 52. 52-ні 4-ке бөлеміз. 13. Енді мына жерде анықталу облысына мән берейік. Біз минус 2-ден 7-ні ала аламыз ба? 13-ті ала аламыз ба? Минус 2-ден 7-ні ала алмаймыз. Мына жерден көрініп тұрды. Уже квадрат түрдің астында теріс сан болмайды. Әрі біздің логарифміміз теріс санды қабылдамайды. Сондықтан бірден мынау бізде бөгде түбір болады. Есептің жауабы сонда 13. 13-ті ғана жауапқа аламыз. 11-ші есеп. Бұл жерде негізі пи-ге тең. Логарифм пи негізді. X плюс 1 мен x-ті көбейтеміз. X плюс 1 көбейту x тең болады. Логарифм негізі 1 бөлінген пи. Демек пи-дің минус 1 дәрежесі алтына шығарып жіберемін. Минус логарифм пи негізді 2-ден 1. Логарифм пи негізді x плюс 1-ді көбейтеміз x-қа. Тең болады. Минус 1-ді 2-ден 1-дің дәрежесіне жіберемін. Логарифм пи негізді 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі 2-ге тең болады. X плюс 1-ді көбейтеміз x-қа және оны 2-ге теңестіреміз. X квадрат плюс x минус 2 жақшаларды ашып, барлығын бір жаққа топтастырдық. Вет теоремасы бойынша x1 мен x2-ні қосқанда минус 1, x1 мен x2-ні көбейткенде минус 2 шығу керек. Қандай сандарды қосқанда минус 1, көбейткенде 2 болатын еді. 2 мен 1 және минус 2. Анықталу облысын қараймыз міндетті түрде. X плюс 1. X плюс 1 артық 0-ден, X артық минус 1-ден, X артық 0-ден. Демек, X 0-ден артық. Минус 2-ні жауапқа алмаймыз. Есептің жауабы тек қана 1 болады. Келесі 12-ші есеп. 10x-ті квадраттап 10-ға көбейтемін. 1000 x квадрат тең болады x-тің логарифм x дәрежесі. Екі жағында логарифм дейміз. Логарифм 1000x квадрат тең болады логарифм x-тің логарифм x дәрежесі. Логарифм бұл негізі 10 ғой. 1000 дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі көбейту x квадрат. Тең болады. Дәрежесін алдына шығарып жүреміз. Логарифм x көбейту логарифм x. Көбейтуді біз қосу түрінде былай жазаламыз. Логарифм 10-ның 3 дәрежесі қосу логарифм x квадрат.
тең болады логарифм квадрат x. Мына екеуін көбейткенде. Так, мұнда алдына шығып кетеді. 3 логарифм 10 плюс 2 логарифм x дәрежесін алдына шығарып жатырмын. Тең логарифм квадрат x. Барлығын бір жаққа топтаймын. Логарифм квадрат x минус 2 логарифм x. Логарифм 10 дәрежелі 10 ол 1-ді береді, 3 қалады. Азайту 3 тең 0-ге. Логарифм x-ті a деп белгілейсіз. Өзіңіз білесіз, қандай әріппен белгілесеңіз де. А бұл a-ның квадраты азайту 2a азайту 3 тең 0-ге. a1 мен a2-ның қосындысы 2. a1 мен a2-ның көбейтіндісі минус 3. Қандай сандарды қосқанда 2, көбейткенде 3 шығады. 3 пен 1 минусты. 3 пен минус 1. Логарифм x тең болады 3-ге. Демек, бұл x тең болады 10-ның 3 дәрежесі деген сөз. Ол 1000. Бір шешімі. Екіншісі логарифм x тең болады минус 1. X тең болады 10-ның минус 1 дәрежесі 10-нан 1. Анықталуы болсын қарасаңыздар, 0-ден үлкен сандарды қабылдайды. Демек, жауабы 1000 және 0,1. 13-ші есеп. Логарифм 2 негізді 9 азайту 2-ның x дәрежесі тең болады 10-ның логарифм 3 азайту x. Бастаймыз. Логарифм 2 негізді 9 азайту 2-ның x дәрежесі тең болады. Мұнда логарифм мұндан негізі 10, сондықтан 3 азайту x-тің өзі шығады. Әрі қарай логарифм 2 негізді 9 азайту 2-ның x дәрежесі тең болады логарифм 2 негізді 2-ның 3 азайту x дәрежесі деп жазамыз. 9 азайту 2-ның x дәрежесі тең болады 2-ның 3 дәрежесі көбейту 2-ның минус x дәрежесі. 9 азайту 2-ның x дәрежесі тең болады 2-ның 3 дәрежесі 8 көбейту 1 бөлінген 2-ның x дәрежесі. Ортақ бөлімге келтіріп жіберемін. Сонда 9 көбейту 2-ның x дәрежесі азайту 2-ның 2x дәрежесі тең болады 8. Бұл жерде ескеретін нәрсе 9 азайту 2-ның x дәрежесі 0-ден үлкен болады. 2-ның x дәрежесі кем 9-дан. Демек, x-іміз неше болу керек? 3-ке тең және 3-тен кем болу керекті. Так. Кем немесе тең 3. Немесе, кем немесе тең 3 деп алайық. Сосын мына жерде солай. 3 азайту x артық 0-ден, x кем 3-тен. X-іміз 3-тен кіші болу керек, және 3-ті қабылдамайды. Мына жерде қабылдағанмен, мұнда қабылдамайды екен, соқтан 3-тен кіші болу керек. Так, манағы есептегідей 2-ның x дәрежесін a деп белгілеп алайық. Сонда минус a-ның квадраты плюс 9a тең 8, немесе a квадрат минус 9a плюс 8 тең 0 деп жазуға болады. Тағы да ветті қолданамыз. Қосқанда 9, көбейткенде 8. 8 бен 1. 2-ның x дәрежесі тең 8, x тең болады 3-ке. 2-ның x дәрежесі тең 1, x тең болады 0-ге. Так, енді қарайық. 3-ті ала алмаймыз біз, сонда жауапқа тек қана 0-ді аламыз. X тең 0. Себебі 3-ті алатын болсақ, мына жерге 3-ті қоямыз, 3-тен 3 аламыз, логарифм 0 дегенді біз таба алмаймыз. Сондықтан тек қана 0-ді аламыз. 14-ші есеп логарифм 3 негізді, ал біреуінде логарифм 5 негізді. Логарифм 5 негізді 0,2 деген қазір нешені беретіндігін қараймыз. Логарифм 3 негізді
3-тің x квадрат минус 13x дәрежесі, 13x қосу 28 дәрежесі не қосамыз 9-дан 2-ні тең болады. 0,2 дегеніміз 5-тен 1. Демек, логарифм 5 негізді 5-тен 1 ол минус 1-ді береді. Енді негізін 3-ке келтіретін етіп жасаймыз. Мыналарды қайтадан жазып қоямын. Қосу 9-дан 2 тең болады. Логарифм 3 негізді 3-тен 1. Мәндес теңдеуге алмастырамыз. 3-тің x квадрат минус 13x дәрежесі плюс 28 плюс 9-дан 2 тең болады 3-тен 1. 3-тің x квадрат минус 13x плюс 28 дәрежесі тең болады. 3-тен 1-ден 9-дан 2-ні азайтамыз. Жерге жаза қояйық. 3-тен 1 азайту 9-дан 2 ортақ бөлімінге келтіреміз. Сонда 3-тен 1 шығады, да? 9-дан 1. 9-дан 1 шығады. Так, сосын 9-дан 1 дегеніміз ол 3-тің минус 2 дәрежесі. 3-тің x квадрат минус 13x плюс 28 тең болады 3-тің минус 2 дәрежесі. Енді теңестіремін. Дәреже көрсеткіштерін теңестіреміз. Негіздері бірдей 28 тең минус 2. x квадрат минус 13x плюс 30 тең 0-ге. Ары қарай x1 тең болады, x2 тең болады. Қосқанда 13, көбейткенде 30. Қандай сандар қосқанда 30? Қосқанда 13, көбейткенде 30 шығады. 10 мен 3. 10 мен 3. Енді тексеріп көреміз. Мына жерде x квадрат минус 13-тен x плюс 28. Так, 10-ды қоямын. 10-ның квадраты 100. 128 азайту 130 минус 2. 3-тің минус 2 дәрежесі 9-дан 1. 9-дан 1-ге 9-дан 2-ні қосамыз. 9-дан 3, 3-тен 1. Так, дұрыс. 10 деген жауапты ала аламыз. 3-те тексерейік. 3-тің квадраты 9. Так, 28 қосамыз, 37. 37 азайту, дәл сол жауап шығады. Демек, екеуін де біз қабылдай аламыз. Мына осылайда тексеріп көрулеріңізге болады. Сонда жауабы 10 және 3. Екі жауапты да қабылдаймыз. 15-ші есеп. Логарифм 4 негізді, барлығын қазір 4-ке келтіріп алайық. Логарифм 4 негізді x азайту 2-нің квадраты минус 4-тен 1, на минус дәрежесін онда жіберемін. Сонда логарифм 4 негізді 3 азайту x. Тең болады логарифм 4 негізді. Так, 4-тен 1-ге тең болады. Себебі 4-тің квадраты 16-тік 2-ден 1. 2-ден 1 болады да, себебі 2-ден 1 дәрежесі екен ғой. 4-тің 2-ден 1 дәрежесі ол 2-ге тең болады. Енді минус 2-ден 1 дегендіктен 4 негізді 2-ден 1. Так, логарифм 4 негізді x минус 2-нің квадратын бөлемін 3 азайту x-қа. Тең болады логарифм 4 негізді 2-ден 1. x азайту 2-нің квадратын бөлеміз 3 азайту x-қа, және ол 2-ден 1-ге тең болады. Бұл жерде ескеретін нәрсе 3 азайту x тең емес 0-ге, x тең емес 3-ге. 3-ге тең болмау керек. Және 3-тен үлкен болмау керек. X кем 3-тен. Так, x азайту 2 артық 0-ден, x артық 2-ден. Екіден артық болу керек, және 3-тен кем болу керек. Сонда 2 мен 3-тің арасында деген сөз. Ары қарай 2. Так, x азайту 2-нің квадраты
тең болады 3 азайту x. Жақшаны ашамын. 2x квадрат минус 4x плюс 4 тең болады 3 азайту x. Так, 2x квадрат минус 8x плюс 8 азайту 3 қосу x тең 0-ге. Жақшаны ашып, барлығын бір жаққа топтадық. 2x квадрат минус 7x плюс 5 тең 0-ге. Дискриминант табамын. 7 квадрат 49 азайту 4 көбейту 10, 9 шығады. x1 тең болады 4, 7-ден 3 аламыз 1, x2 тең болады 7-ге 3 қосамыз, сонда 2-ден 5. Енді мына жердегі шартты қараңыздар, қайсысы сәйкес келеді. Так, 2,5 қана аламыз да, себебі бізге 2 мен 3-тің арасындағы санды ғана қабылдай алады. Сондықтан жауабы 2,5. 16-шы есеп. Так, логарифм. Екі негізді, мына жерде азайту тұрғандықтан, x квадрат плюс 8-ді x минус 1-ге бөлеміз. Тең болады. 0,5 дегеніміз, ол 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі. Алдына шығарамыз, және немесе мұнда 1-ден жазып жіберемін. Логарифм 2 негізді 8. x квадрат плюс 8 тең болады 8 көбейту x минус 1. Бізде ұқсас есептер бірнеше қайталанып жатырғандықтан, мен осылай 1-ден жаза берейін, пропорцияны көрсетпей-ақ. x квадрат плюс 8 азайту 8x плюс 8 тең 0-ге. x квадрат минус 8x плюс 16 тең 0. x1 мен x2-ні табамыз, қосқанда 8, көбейткенде 16. Так, қосқанда 8, көбейткенде 16, 4. Енді қараймыз, теңдеуіміз 4 деген жауапты қабылдай ма? X квадрат плюс 8 бұл кез келген санды қабылдайды. X азайту 1. X азайту 1 0-ден үлкен болады, X 1-ден үлкен болса жеткілікті. Демек, теңдеудің шешімі 4-ке тең. 17-ші есеп. Логарифм 2 негізді, мұнда 4 негізді де. 2 негізге келтіріп аламыз. Логарифм 2 негізді, 2-ның 2x дәрежесі плюс 2-ның x дәрежесі тең болады. Логарифм 2 негізді 12. Яғни екеуінде бірдей дәрежеге шығарып жүруге болады. Негіздер бірдей болғандықтан теңестіремін. 2-ның 2x дәрежесі плюс 2-ның x дәрежесі минус 12 тең 0-ге. 2-ның x дәрежесін бір әріппен белгілеп аламыз, жаңа айнымал енгізіп. А-ның квадраты плюс а минус 12 тең 0-ге. А1 мен А2-ні табамыз. Қосқанда минус 1, көбейткенде минус 12 шығатын. Минус 4 пен 3. 2-ның x дәрежесі тең минус 4. Ондай жоқ бізде де. Сосын 2-ның x дәрежесі тең 3. Демек, бұлай жазамыз. Логарифм 2 негізді 3. Бұл x-ға тең болады. Неке 2-ның x дәрежесі 3-ке тең болады дегенді білдіреді. Теңдеудің шешімі осы болады. Логарифм 2 негізді 3. Так, келесі 18-ші есеп. Логарифм 3 негізді. Біз бұлай етіп жазалайық. Түбір астындағы x азайту 2-ні алдына шығарып жіберемін. Логарифм 3 негізді 2x азайту 5. Мұнаны жаққа шығарамын. Минус түбір астында x азайту 2 тең 0-ге. Екеуіне ортақ көбейткіш ретінде түбір астындағы x азайту 2-ні жақшаны сыртынан шығарамын. Сонда логарифм 3 негізді 2x азайту 5 азайту 1 тең болады 0-ге. Көбейткіштердің әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. X азайту 2 түбір астында тең 0, x тең 2-ге. Логарифм 3 негізді 2x азайту 5 тең болады. Минус 1-ді мына жаққа шығарып жіберем. Ол логарифм 3 негізді 3-ті береді. 1 дегеніміз. Екеуін теңестірем. 2x азайту 5 тең болады 3. 2x тең болады 8. X тең болады 4-ке. Сонда теңдеудің шешімін жазу үшін біз 2-ні қабылдай аламыз. 4-ті қабылдаймыз. Сонда жауабы 2 және 4 болады. 19-ші есеп.
логарифмнің негізі 1 бөлінген түбірасты 2. Немесе оны былай жазуға болады. Логарифм түбірасты 2 минус 1 минус 2-ден 1-ді. 2 мына жаққа минус 2-ден 1-ді шығарып жібереміз. Минус 2-ден 1 және ол істейді. 1 бөлінген 2-ден 1 болған кезде минус 2-нің өзі болып алдына түседі. Сосын 1 бөлінген x квадрат минус 3x тең болады. 4-ті логарифм 2 негізді 16. Себебі 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең. Мына минус 2-ні мен мына 1 бөлінген x квадрат минус 3x-тің дәрежесіне беремін. Сонда логарифм 2 негізді x квадрат минус 3x-тің квадраты болып кетеді. Тең болады логарифм 2 негізді 16. Негіздері бірдей. X квадрат минус 3x-тің квадраты тең 16. Демек, x квадрат минус 3x тең болады 4-ке. X квадрат минус 3x тең болады минус 4. Неке болса екеуін шығарамыз. X квадрат минус 3x минус 4 тең 0. Дискриминант 9 минус 4 көбейту минус 4, 25-ке тең. X біріміз 2, 3 азайту 5, минус 1-ге тең. Және x2-міз 4-ке тең. Так, x квадрат минус 3x плюс 4 тең 0. Дискриминант 9 азайту 16, бұл жерде 0-ден кіші. Сонда минус 1 мен 4 шықты. Енді қайсысын қабылдай аламыз, қайсысын қабылдай алмаймыз. Минус 1. Минус 1-ді қойсақ. Так, 1 плюс аламыз, терсен шықпайды. 4-ті қойсақ, 4-тің квадраты. Яғни бұл жерде екеуі де жауапқа алынады. Сонда жауабын жазамыз. Минус 1-де 4. Минус 1-де 4. Соңғы есеп. 20-ші есеп. Логарифм 2-ден 1 негізді. Барлығын 2-ге келтіріп аламын. Логарифм 2 негізді 2x минус 3 болады. Тең болады. Логарифм 2 негізді 1 бөлінген x азайту 1. Себебі минус 1 дәрежесі мұнда бердім. Сонда 2x азайту 3 тең болады 1 бөлінген x минус 1. X азайту 1-дің артық 0-ден, x артық 1-ден екенін білеміз. Және 2x азайту 3 тең емес 0-ге, x тең емес 1,5-ге. Тағар қарай 2x азайту 3-ті көбейтемін x азайту 1-ге. 2x квадрат минус 2x минус 3x плюс 3 азайту 1 тең 0. 2x квадрат минус 5x плюс 2 тең 0-ге. Дискриминантымыз 25 азайту 4 көбейту 4, 9 шығады. X1 тең болады 4, 5-тен 3 аламын. 2-ден 1. X2-міз 8, 2. Так, мына жерден көріп тұрсыздар да, X1-ден артық болу керектігін. Демек, біз жауапқа тек қана 2-ні ала аламыз. Жауабы тек қана 2 болады. Оқушылар, бүгін логарифмдік теңдеулерге арналған 20 есепті талдадық. Бірінші өздеріңіз шығарып, сосын шығару жолын қарауларыңызға болады.